Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Есімім Долмұрат, осы математика пәнінен 10 жылдай болды жұмыс жасап жүргеніме. Сіздерге қазір олимпиадалық есептерден математикадан аудандық олимпиада 2021-22 оқу жылында 9 сыныптарға келген олимпиада есебін талдап берейін деп жатырмыз. Енді бұл жерде теңдеулер жүйесін шешіңіз деген x квадрат плюс 4x тең 7 минус 5y, y квадрат плюс 2x тең 9y минус 20 деген есеп шығып тұр. Бұл есепті шешуде негізгі идеялар, теңдеулер жүйесін шешудің әртүрлі әдістері бар. Бұл жерде теңдеулер жүйесін қосу әдісі немесе орын жаңа айнымалылар енгізу сол сияқты орынға қою әдістері әртүрлі әдістер бар. Біздің жағдайымызда теңдеулердің жүйесін қосып жіберген ыңғайлы болып тұр. Қазір қосатын болсақ, бізде теңдіктің сол жағына, оң жағына қосатын болсақ, мынандай нәрсе шығып тұр. X квадрат плюс 4x плюс y квадрат тең плюс 2x тең 7 минус 5y 9y минус 20 деген нәрсе шығып тұр. Енді бұл өрнекті шамалық ықшамдайық. Барлық оң жақта тұрған өрнек көп мүшені сол жаққа теріс таңбамен ауыстыратын болсақ, мынандай нәрсе шықты. Енді бұл жерде ықшамдалатын ұқсас мүшелер бар, соларды ықшамдайық. Мысалы 4x-ке 2x қосуға болады, x квадрат өз бойынша тұрады. 4x пен 2x қосамыз, 6x. Сосын y квадрат өз бойынша тұрады. 5y пен 9y-дің азайтындысы минус 4y болады. 20 мен 7-ның қосындысы 13 болады, 13. Енді тағы 13 дегеніміз 4 пен 9-ның қосындысы. Енді не үшін мен осындай формада жаздым? Негізгі идеям менікі. Негізгі идеям мына болып тұр, менде қазір. X квадрат плюс 3y-дің квадраты, y минус 2-ның квадраты. Бұл жерге жетсек, негізгі олимпиаданың есебінің жауабын таптық деген сөз ғой енді. Қарайық. Мысалы, екі қосынды квадраттан еш уақыт теріс сан шықпайды. Санның квадратынан еш уақыт теріс сан шықпайды. Енді екі оң санның қосындысы 0-ге тең болатын жағдай, тек өрнектер 0-ге тең болған жағдайда ғана, x плюс 3 тең 0-ге, y минус 2 тең 0 болған жағдайда. Содан x-іміз минус 3-ге тең, y-іміз 2-ге тең. Енді осы жерде жауапты таптық деп қуанып кетуге де болмайды. Көп оқушылардың өрескел ошибкасы, қателігі деп айтуға болады. Осыны жауап деп қояттан есеп шықты дейді. Кей кездерде теңдеулерді жүйесін шығарған кезде жауабын тексеру керек. Орнына қойып тексеріп көрейік. X-дің орнына минус 3-ті, y-дің орнына 2-ні қойып, қоятын болсақ, қазір ыңғайлы жасап қойдым. Қоятын болсақ, минус 3-тің квадраты, 4 көбейту минус 3, 7 минус 5y, мынадан 9, мынадан 12, минус 12, 9-дан минус 12-ні азайтсақ, минус 3, 7-ден 10-ны азайтсақ, минус 3 теңдік орындалды. Екінші теңдікте орындала ма? 4, минус 6, 18, 20 орындалады, теңдік орындалады. Яғни, x тең минус 3, y тең 2 дегенді жауап деп қабылдауға болады.